Тұлпар намысы. Баяғда артынан алажан ерткен ұлы бәйгелерде баш жүлдені бермейтін бір тұлпар батпаққа батып жатыр екен. Жанына дүйім халық жиналыпты. Шу-шулап сауырға ұрыпты. Басынан сүйрейді, алайда дәрмен жоқ. Керісінше қайран тұлпар суырма батпаққа одан бетер бата түседі. Сәске болады. Қызыл бояуын елтіп іңір жақындайды. Ел дағдарып, ақылман бір қарияға ақыл сұрап ат шаптырыпты. Сонда жеделдетіп жеткен ақсақал: «Әй халқым, тұлпарды қамшылап сендірген не болған? Ол оған намыс емес бе? Қайта одан сайын батпаққа бата түседі. Мұны құтқарудың жалғыз-ақ жолы қалды. Қазір үйір-үйір жылқыны жанынан қиқу салып қуып өтіндір. Тұлпар деген намысшыл ғой. Сонда ғана өзін-өзі шығарар» деп ақыл айтқан екен. Өңшен қыл құйрықты қасынан таланы дөбірге бөліп шапқанда, әлгі тұлпар шыңғырып кісінеп қап, басын ғана қылтитып қойған батпақтан атып шығыпты. Кейде заманамның батпағына батып қалатын таламның барыс ұлдары-ай, бір-бірінді қашанда қиқу салып осылай демеп жүрсендерші. Мұхтар Шаханов естеліктерінен.